Міне, мынау менің бау-бақшам. Бұл бау-бақша әкемнен қалған мұра еді. Әкемнің айтуы бойынша бұл бау-бақша маған мол байлық пен ырзық несібе әкеледі. Мына ағашқа не болған өзі? Кәртейін дегенмен, бұндай кәрі жеміс бермейтін ағаштар бізге керек емес. Бұны кесіп тастап, орнына жас тау егейін. Сен мені кеспе, Әбілдихан. Сен менің қасиетті алма екенімді әкеңнен естімеппен. Кім бұл өзі? Мен ғой сөйлеп тұрған, алма ағашы. Менің атымды қайдан білесің? Білем. Сен кішкентайыңнан менің көлеңкемде өстің ғой. Онда не үшін? Менің әкемде, әкемнің әкесі де сенен бір жеміс көрмей өтті. Бізге жеміс бермейтін ағаштар керек емес. Біз сені не үшін аялауымыз керек? Сен сабырсыз екенсің. Маған жеміс беру үшін 100 жыл уақыт керек. Биыл 100 жыл толды. Онда салған жемісің қайда? Ең жоғарғы бұтақтың басында. Біреу-ақ па? Бір алма кімге жетеді өзі? Ол біреу болғанымен бірегей. Ол қасиетті алма. Сонда оның қандай қасиеті бар екен? Менің жемісімнен алыс деген адам өлімді жеңеді. Ол мәңгі өмір сүреді. Менің дәнімді егіңдер. 100 жылдан соң тағы бір жеміс береді. 100 жылдан кейін дейсің бе? 100 жылда кім бар, кім жоқ дегендей. Айттым ғой, сендер адамдар шыдамсызсыңдар деп. Бәрі де 10-15 жылдан соң кесіп тастайды. Маған айтқандай, оларға неге айтпадың? Айта алмадым. Себебі жеміс майлаған кезде ғана маған тіл бітеді. Сен менің жемісімді алып аласың. Сол сәттен бастап мен тілден айырыламын. Онда мен сенің жемісіңді үзбеймін. Сен осылай тұра бер. Олай болмайды. Сен менің жемісімді алып адамдарға бер. Адамдарға дейсің бе? Ол қалай болады екен? Табиғаттың тынысы кең, тілі бай, ауасының шербетінай тынығай. Бұлбұл болып сайрап кетсе егерде, адамдарға сөйлейді екен күнімай. Әбіл, саған не болған? Жай, ештеңе. Алма ағаштарын көп sıkıптың бе? Ендеше мен оларға су құяйын. Мына қасымдағы кім? Бұл бұлақ басынан су алып келіп саған құятынбыз. Аты Алмагүл. Рахмет саған Алмагүл. Алманың гүлі менің гүлімдей әдемі болады. Әбіл, мынау сөйлеп жатқан алма ағашы ма? Алма ағашы. Алма ағашы, біз сені баптап аялап өсіреміз. Әбіл, жүр үйге. Жүр. Мәңгілік өмір ғой сендерге керегі. Жоқ, сендерге мәңгілік өмір. Мәңгілік өмір тек маған тиесілі. Сендер алдымен жарты ғасырдың өзін жақсылап сүріп алыңдар. Не істерлеріңді білмей жүрген жоқсыңдар ма? Қайдан сендерге мәңгілік өмір? Мәңгілік өмір тек маған тиесілі. Тек маған. Әбіл, мынау кім? Білмеймін. Сен кімсің өзі? Сендерге қоя мәңгілік өмір керегі. Әрине. Мәңгілік өмір жоқ сендерге. Мәңгілік өмір тек менікі. Қайда менің мәңгілік өмірім? Әбіл, тиіспе. Алмагүл, аман алды қар. Мәңгілік өмір маған жоқ болса, сендерге де жоқ. Мен қазір мына ағаштардың бәрінің көзін құртамын. Маған бермейді екенсің. Жоқ сендерге мәңгілік өмір.
Мына жердің барлығына не болған? Алмағасы, кешеші бізді. Біз сені аяғы алмадық. Әбіл, мына жердің бәріне не болған? Білмеймін. Жалмауыз кемпір балық шеттің күл талқанын шығарыпты. Әбіл, мұңайма. Есесіне біз бұл алма ағаштардың дәрін егіп үлгердік. Қане, барлығын басынан тұрғызайық. Дұрыс айтасың. Ya, мен де, сен де қателесіппіз Әбілдихан. Мен сөйлемейтін едім. Жаным, жаралы болған соң соңғы рет тіл қатып тұрмын. Адамдар мәңгілік үшін, билік үшін таласып Құдайды дамытады екен. Бірақ сен бұрынғыдай еңбек етеді. Адамдар түзеліп, жамандық атауынан бір жола құтылған кезде, мен қайтадан жеңіс беремін. Қош, Әбілдихан, қош, Алмагүл. 100 жыл болса да, 1000 жыл болса да біз сені баптаймыз. Ал әзірге қош, қош. О, табиғат, сен не деген жомартсың, не деген дархансың. Әлемді жайқалтып, тербелтіп тұрасың. Табиғатқа ықылас қыл халайық, тазалығын мұқтап қолға алайық. Жойылмасын жер бетінде тіршілік, дер кезінде арашалап алайық.